Бұл мен ұйымдастырған концерттердің ішіндегі ең кереметі болады. Көресіз, қыздарыңыз таң қалдырады. Иә, әсіресе кенжем Ариэль. Я, оның даусындай дауыс ешкімде жоқ шығар. Өмірінде бір рет дайындыққа келген емес. Патша мейірбан әкеміз бар, бізге әдемі ат қойған бұлай. Аплака, Андрина, Ариста, Атина, Адела, Алана. Қазір алғашқы рет шығатын бір қыз, ол жастың ішіндегі ең жарық жұлдыз. Себастьянның шырқайды бүгін екіншіміз Ариэль! Ариэль, тоқтай тұрш! Флаундер, болсаңшы. Мен жылдам жүзе алмаймын ғой. Қарашы. Керемет қой, иә? Иә, әрине, жақсы. Құрсын, кетейікші. Осынша қорқақ екеніңді білмеппін. Кім, мен бе? Қайдағы? Тек мына жер суық екен. Иә. Біз мұнда ауырып қалып жүрмейміз бе? Міне, жөтеліп қалдым. Жарайды, ішіне өзім кірем. Ал сен тұра тұр, акула кеп қалмасын. Жақсы, сен бара бер, мен осында. Не? Акула? Ариэль! Ариэль, көмектес! Флаундер. Ариэль, мұнда акула келуі мүмкін. Флаундер, не деген қорқақсың өзің? Жоқ, Не деген керемет жер? Рас айтам, маған айт. Қызық та, шыжық та, қауіп те, қатер де, бәрі бар. Ой, не боп қалды? Ештеңе, жай ғой, бәрі жақсы. Мәссаған, қарашы, өміріңде мұнандай ғажап, мұнандай керемет затты көрдің бе? Айтшы. Тамаша. Бірақ, бұл не өзі? Білмеймін. Білсе Скатл білетін шығар. Не болды? Естіп тұрсың ба? Мұнаны қара, тағы бірдеңе. Ариэль. Флаундер, қорқа бермеш. Ештеңе де болмайды.